Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық қоштарым өзіңе арнаған. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Өтеуге борышын анашым жан сырым, іздедім сен үшін әлемнің асылын, әлемнің байлығын. Сыйлар ем кеш мені, сыйлар ем ай күнін, қолыма түспеді. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңліңді көктемдей көзіңнен танимын. Етегір қанаға әзірге берерім, балалық махаббат, балалық жүрегім. Бол риза анашым, қолдағы осы бар өзіңе арнаған әнімді қосып ал. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел Отбасы ошақтарыңызбен, Құдай ұлысқан қосақтарыңызбен, тойға деп шашуғаға келген гүлге толық шақтарыңызбен, сеп марқат шақтарыңызбен, бүгінгі Зілиқанамыздың, сонымен бірге Махмұт бауырымыздың мерейтойына қош келдіңіздер. Ал қадірменді қалайық, құрметті қонақтар, мынау жаңа жылдың алғашқы күндері Атырау шаһарының ортасындағы Бессары мейрамханасына дастархан жайып жатқан той иелері Зілиқа анамызды, Махмұт бауырымызды ағайын тумамен, немере шөберемен ортаға шақырсақ.
бүгінгі үлкен қуаныш той иелері Зылиха анамызға, Махмут бауырымызға қол соғып қошеметтеп жіберсек. Бүгінгі мерейтой иелері Зылиха анамыз бен Махмут бауырымызға тағы да сіздердің ыстық қол шапалақтауларыңыз. Ал қадірменді қалайық, құрметті қонақтар. Бүгінгі үлкен қуаныш, үлкен той өздеріңіз куә болып жатырған Зылиха анамыздың, Махмут бауырымыздың туған күндеріне, мерейтойларына тағы да қош келдіңіздер. Той иелерін қол соғып қошеметтеп, дастарханға шақырсақ дейміз.
той иелері анамыз бен бауырымыздың сіздерге жайып жатқан дастарханы тағамаларыңызға алысады. Қадірменді ағайын, тағы да той құтты болсын. Бәріңіз де қош келдіңіздер. Қош келдіңдер Ақбейіл ауылдастар, қош келдіңдер Ақжарқын ауыл достар, қош келдіңдер Қос-Қостан аға жеңге, қош келдіңдер Ақбейіл ауыл достар. Ел үшін айқаста беріп болған, ел төріне жайғаста көріп болған, қош келдіңдер ардақты азаматтар, ащы тұщы көздерді көріп қалған. Қош келдіңдер ағайын көрші көлем, қош келдіңдер жайнаған қызақ желең, қиындасын бей бүгін бұл көшеде, таңға без қалмасын өрші көлем. Қаға без қалмаңдар оңашада, кіріп жарып кіріңдер тамашаға, талай әлі тойлар да боламыз біз, аман болсын кейінгі балашаға. Заман мынау думандап қала жатыр, дуылдатып ауылмен қала жатыр, қой үстіне бозторғай жұмыртқалап, тойға айналып тіршілік бара жатыр. Лайында осылай бола берсін, күміс қауқар күлкіге тола берсін, аспанымыз заманда ашық болып, әр жылымыз, әр айымыз, әр күніміз той жылын, той айын, той күнін ала келсін. Жаңа жыл құтты болсын қадірменді ағайын. Мынау қадірменді қалайық, құрметті қонақтар, сіздерге жайылған дастархан. Мынау бүгінгі үлкен қуаныш, үлкен той деп жатырмыз. Мынау анамыздың 75 жылдық мерейтойы болса, Махмұт бауырымыздың 50 жасқа келген үлкен қуанышты той деп жатырмыз. Сол мынау қадірменді ағайын, құрметті қонақтар, бәріңізде қош келдіңіздер. Тағам алып отырайық. Бүгінгі қазақта мынандай бір асыл сөз бар ғой, астыңда атың жақсы болса жалғанның пырағы, алған жарың болса үйдің тырағы, әкең асқар тауың, ана қайнар білек бала екі көзіңнің шамшырағы дейді. Осы бүгінгі үлкен қуанышымыздың, үлкен дастарханымыздың алғашқы тілегін, алғашқы сөзін мәлік бауырымызды ортаға шақырып, бүгінгі үлкен тойымызды ашып берсін деген ниетте қол соғып қошеметтеп сөз кезегі береміз. Құрметті қонақтар, қадірменді тойшы қауым, қош келдіңіздер. Бүгін біздің әулетімізде үлкен той. Менің мамамның 25 жылдығы, менің Зейқа Қадырбекованың 25 жылдығы, менің бауырымның, інімнің Махмұттың 50 жылдығы мерейтойы бастайын деп жатыр. 75 жылда. Бүгінгі мерейтой мына жаңа жылды жалғасып, ұштасып жатыр. Ал мына құрметті құдалар, ағайын тұмалар, көрші көлем, бұрынғы жұмдастар, мына осы келген жаңа жыл тек берекелі, мерекелі болсын. Сіздерге бәріңізге тек қуаныш әкелсін. Біздер мына үйден 4 ұлымыз шықтық. Конечно, біздерді тәрбиелеуге біздің папамыздың, мамамыздың еңбегі зор. Қазақтың мақалында жұмақтың кілті ананың табанының астында деген сөз, дана сөз бекер айтылмаған. Мына шараны бәрі біздің мамамыз ұйымдастырған. Мен өзім шақырылу қағазбен келе жатырмын. Өзім үлкен ұлымын Алматыдан келе жатырмын. Немерелер Москвадан келе жатыр. Інім келімен Астанадан келе жатыр. Мен айтаттым, осы мерейтой көңілді жақсы өтсін деп бәріміз атсалысайық. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер бәріңізде. Тойымыз той қаласын. Жаңа жыл құтты болсын. Айтылған тілек қабыл болсын қадірменді ағайын.
Анда күн байла, ойнаңызда жамаға, өміріңізде мұндайда. Шалда жүрсін шаттанып, жанарынан от жанып, бейбілесің майданда, кемпіріне мақтанып, кемпір жүрсін кеңкілдеп, ақ жаулығы желкілдеп, шалдарына көз қысып, бейбілесің селкілдеп. Бейле жеңге тілегім, мына қойдың тілегім, ағалардың қалайда бір еткіз жүрегім. Салауатты ағасы, азаматтың сарасы, билеп жатқан солқылдап, келшектерге қарашы. Биле жігіттер, жанып тұрған үміттер, шыққаныңша тоқтама, маңдайыңа тұнық бер. Биле қыздар тұраттым, сауық сайран тұраттым, жауласын бір оп сезім, жүректерді сұраттым. Қозғап солай маздасын, жүрек қылым қозғасын, көрген кезде жігіттер қалып түсе жаздасын. Ғашықтардың тіл қатып, жүректерді шырғатып, қыз бен жігіт қосылып, билемеген бір бақыт. Биле сұлуым, қандай ғажап күлуің, сытылдасын саусағың, былқылдасын буының. Анау тұрған бойжеткен, сүйкімде де ойын еткен, қалайлаған жігіттің жүректерін сөйлеткен. Қара жорға болмаса, бидің сәнді келер ме? Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәнді келер ме? Қара жорға ойнаңдар, қой десе де қоймаңдар, қос жүректің шаттығын дәл осылай тойлаңдар. Рахмет. Алғанымен ағайын, құрметті қонақтар, мынау бүгін үлкен қуанышты тойға ағайын тума, дос-жана, құда-жекжат, көрші-көлем, бәріңізде қош келдіңіздер, тойымыз құтты болсын дейміз. Мынау қазақта айтады ғой, бата басқа тасқа бітер дейді. Мынау бүгін үлкен қуанышты тойымыздың алғашқы ақ тілегін мынау мәлім бауырымыз анаға бауырға деген тілекпен ағайын тумаға қош келдіңіздер айтып ашып беріп жатса, мынау қазақта айтады ғой, алты бала болса ауылдағы кетер, төртеу төбет болса төбедегі келер дейді. Осы бүгінгі үлкен тойымыздың ақ тілек жақсы сөзін ауылдың үлкендері Сәлімгерей Қазылик, Зүлпия апа, Насыпқали ағамызбен Бақыт, Бәтима апамызбен Балжан апамыз, Тәжен апамыз, Зәуремай, Үміт, Сұлуқия, Райхан, Ақкенже, Сәния, Абила, Сәуле, Райхан апамыз, Ауқат ағамыз, Қисмет ағамызбен Майра апамызды ортаға шақырып, бүгінгі үлкен қуанышты тойымыздың алғашқы ақ тілек, ақ батасын осы ауылдың үлкендерінен тыңдағанды жөн көріп жатырмыз. Сіздер Азылика, Айнабай, Ақым, туғаныңдар құтты болсын, жасың мерейлі жас, ұзақ құтты болсын. Біздер енді бала болдық, жас болдық. Бұдан 60 жыл бұрын осы қаладағы Рейкіз атындағы мектепті бітіріп, жан-жаққа тарадық. Сол бір Алматыға барғанымыз бар, басқа қалаларға барып, оқу бітіріп келгендеріміз бар. Үйреншікті атырауымызға қайта оралдық қой. Міне соған енді 60 жыл болып отыр екен. Жасың құтты болсын, елің сау болсын. Атыраудың бір үлкен азамат әйел болдың. Халық құрметтеді. Сіз қолыңыздан келген барлық көмек сағайымадыңыз. Дәрігерлік жұмыста да, басқа салада да биік төбеден көріне берді, тілеп білдіреміз. Мен көп сөйлемей қояйын. Мұнда осы бәрімізбен бірге бітірген Ләзия дейтін азаматша отыр, саған берейін. Құрметті тойшы қауым, мен өзімді кішкене жақынырақ санаймыз Лиқаға, дос санайын, сондықтан кішкене таныстырып өтейін. 58 жылы мына Арчинкин семектерін
бітірдік. Зылиха екеуміз бір класста, бір партада отырдық. Көп болған жоқ, ол сол жылы менің сол мектепке ауысқаным. Бірақ Зылиха менің жүрегімнен құдай қарағанда орын алып, өте сыйлы, өте абыройлы, өзі ұлағаттықтардың бірі. Қарап отыратын мектепте партада отырғанда көзімнің қиығымен қандай сұлу адам, қандай сұлу қыз дейміз ғой олақта, қандай сұлу қыз деп. Сол енді жігіт болсам осыны алар едім деген ойда болды. Жігіт болмай қалдым, енді қыз болдым. Ал енді дос болдық, екеуміздің тілегіміз, сырымыз болды. Бірге отырғасын енді жыбырлап бірден айтпай отырмаймыз ғой қыздар енді. Осы жүрегімде қалған бірге оқыған адамдардың бірі, сыйлысы осы, соның біреуі Зылиха деп есептеймін. Сондықтан бүгін осы ойлан мен ақын демеспін, жазушы демеспін дегенмен бір сол ақын жазушылардың өлеңдерін құрастырып, өзімнің ішіндегі ниетімді осы азғантай өлең арқылы құрдасым Зылихаға. Сағынған жақсы бір сәтті, сағыныш екен бала кез, есіме алсам сол шақты бір партада отырған. Шашымызда ақ бантик, үстімізде ақ фартук, армандай асыл ақ дәурен, алыстап көктау сол бір кез. Алаулап батқан таңдармен келмейді-ау қайтып сол бір кез. Бір ұядан шыққан құстарымыз, жақсылық адалдықта құштарлықта, еңбекпенен тіршілікке сән беріп, достық туын әркез биік ұстадық. Меруерт толы маржан толы көңілден, бал бақыттың әсем әні төгілген, дүниеге түріш болып қаланып, орнымызды таптық біздер өмірден. Тағдыр бізге болды кейкестің қатал, күн орнында көңілі өлең мұңдатады. Өткенді еншісіне тарихтың қалдырып, келді кезек мерей жастар тойланар. Мерей жасың Зылиха құтты болсын, денсаулық әрдайымда мықты болсын, парасатты өмірің ұзақ болсын, мейіріңе ұрпағың қана берсін. Өміріңнің жалғасы ұрпақтарың, болашаққа жолдары бола берсін. Денсаулығы зор болып Махмұттың, қасында сүйенішің, қуанышың бола берсін. Жаңа жыл нұрлы жолдың бастамасы, келер жылдар бұл жылдың жалғамасы. Аспан ашық, еліміз тыныш болсын, халқымыз мамыражай өмір сүрсін. Мен ақын да жазушы да емеспін ғой, саған деген сый құрметтің белгісі ғой. Арнамды шын көңілмен қабыл ал, шын жүректен өзіңнің құрдасың, сыныптасың барсың. Туған күнің құтты болсын, туған күнің құтты болсын, жете бер жүзге. Жанымда болын, жанымда болын, шоғып болсын өмірде. Жоқ, мен бергенде бір класста оқыған жоқпын. Мына қасымдағы жігіттің жолдасымын. Зылиханы естіп жүріп, қатты сыйлайды бұл кісілер. Осы кешеден бері екеуінде ұйқы жоқ, маған бармай қалады деп жалынып жалпайып айтып алып кетті мені. Мен Зылиханы бір ретке көрген жоқпын десем, жоқ, сен оны танисың. Ол Зылихадай істедім. Онда жаспын. Тұрмысқа шығып келген жылы. Жақсы, Зылиханы енді бәрі сыйлап жатыр, құрметтеп жатыр, жақсы секені көрініп тұр. Түрі жылыдан түңілме дейді ғой. Сол бала шағаларын жеткізіп, мынадай сый құрметке ие болып жатыр. Осы биыл 75 көбейіп кетті. Сол көбейе берсін. Ал денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін, жақсылық тілеймін, бәрін ойлағаным бола берсін. Құрметті қонақтар, бүгінгі мерейтойға жайылған дастарханға бәрімізді қош келдік. Мен Зылиханың жеңгесі боламын. Мен келгенде Зылихада бой жетіп отырған қыз екен, мен келгенде бір жылдан кейін тайыптық күйеуге. Ал енді өмірдің осы 70 жасқа келгенше өмірдің қуанышын да, қызығын да көрген боларсың. Енді алдағы уақытта Алла Тағала деніңе саулық берсін, көретін шуақты күндерің мол болсын. Махмұт айналайын, деніңе саулық берсін. Мынау анаңның тірегі болып отырсын.
қасындағы қазір жақын сенсің, сенен басқа жақынысы жоқ қасында. Әрқашанда анаңды сыйлай жүр, анаңның істеген жақсылығын, істеген аналық қасиетін бағалай біл. Ал бәріңізге де аманшылық, біздер осы Жандауовтар тұқымынан бәріңізге де осындай жақсылық сөзімді айтамын. Бірінші байлық денсаулық деген, сол денсаулық сіздерге тілеймін. Құрметті абай жиен, енді бүгін мерейлі тойымызды біреуіміз 75-ге келдік деп, біреуіміз 50-ге келдік деп шақырғандарыңызға көп рахмет. Мен 64-ші жылы осы жаңа сәулетіне келін болып түскенмін. Содан бері қарай атаны, әжені, ағаны бәрін де көрдік, білдік. Шақырғаныңызға көп рахмет. Енді мына келіп жатқан жаңа жылымыз құтты болсын бәрімізге. Деніміз сау, басымыз аман. Аман есен осы жылдан жылға жетуге Алла Тағала нәсіп етсін. Апа мерейтойың құтты болсын, жиен мерейтойың құтты болсын, дендерің сау болсын. Бастарың аман, жаңа жылдан жаңа жылға аман есен жетуге Алла Тағала нәсіп етсін. Айтайын, айтып жатыр ғой, барлық тілектер қабыл болсын. Той жылы, қой жылы той бола берсін дегім келеді. Құрметті тойшылар, мерейтойға бәріміз де қош келдік. Бүгін